9 bölüm. Я зымырап өтіп бара жатқан есіл уақыттай. Нұрбек көкірегін керек күрсініп алды. Мұны тұрған Естай ел жайлауға беттеп бара жатқан дәл осы уақытта сонау көрінген көктөкшеді туып еді. Сол жұртта қанағатпай бірнеше күн айылдап, құнан шаптырып той жасағанды. Сол Естайда міне биыл 18-ге шығыпты. Өзіңнің қартайғандығыңда кейінгі жастарға қарап білесің деген рас екен ау. 18 жыл. Мынау бір қызық есеп болды ау. Былайша айтқанда мына көрінген тарбағатай жоталары мұның қысқа ғұмырын ортасынан қақ бөліп тұр. Нұрбек биыл 36-ға шығады. Соның алғашқы 18 көктемін ол тарбағатайдың теріскей бетінде өз елінде өткізген. Кенет оның жанары жасқа толып, бір түйіншек көпке дейін тыныс алдырмай алқымына тығылып тұрып алды. О, қасиетті туған жер, саған пара-пара келетін не бар екен бұл дүниеде? Арадағы көгілдір таулар сені көзден жасырғанмен көңілден жасыралар ма? Тарбағатайдың күнгейімен теріскейіне бөлініп ағатын көк қасқа бұлақтар сонау көрінген ақбас шыңдардан басталады. Бірақ бір таудың екі қапталында екі түрлі өмір, екі түрлі тағдыр бар. Бірі шалқыған теңіз болса, екіншісі сол теңізден дауылды күні бөлініп қалып қойған шұқанақ су тәрізді. Таяз суда жер бауырлап желбезегін қаққан балықтай қайран өмір өкінішпен ақ өтіп барады. Сенің бір уыс топырағыңа зар болып, шетелде шерменде болып жүрген перзенттерің қаншама? Солардың көзімен қарағанда өз тағдырыңның қандай биік екенін білер медің, туған ел? Нұрбек жанарына толып кеткен жаста жігіттерге сездірмей саусағымен ыршытып жіберді. Көз алдынан әртүрлі елестер өте бастаған. Алыстағы көгілдір мұнар арасынан өзінің таныс өлкі буалдыр шалынғандай болады. Сонан соң енді бір сәт қарсы алдынан марқұм әкесінің сұсты бейнесі көлбеңдеп өтті. Қарақат көзі мөлдіреп, сақып жамал тұрып алды. Сол бір естен кетпес ызғарлы көктем, Тарбағатайдың иен шатқалы, түн жамылып боқпантайлап келе жатқан босқындар. Сол күні тал түсте күн тұтылып еді. Кенет жер дүние қап-қараңғы болып, терезесі сығырайған аласа тас үйдің ішінен көзге түртсе көрінбейтін түнек басты. Қапелімде не болғанын түсінбей сасып қалған Нұрбек сыртқа шығам деп сыйпаланып жүргенде далан үйдегі жуан діңгекке маңдай нұрып алды. Тал түсте ымырт үйіріліп бара жатқандай көрінген, қыстаудың арт жағындағы қара жартас қанға малынып алғандай қап-қызыл. Нұрбек алақтап аспанға қарады. Сұмдығай, жаңа ғана көк жүзінен алтын доптай қалықтап бара жатқан күн қайда ғайып болып кеткен. Күн орнында шелек аузындай қап-қара дақ қалыпты. Есік алдындағы төбеде иесі қалған аш иттер аспанға қарап кезек-кезек ұлиды. Не заманда әлгі шелек аузындай қара табанның бір шетінен жеп-жіңішке жаңа туған айдай ғана болып алтын күннің қиығы шалынды. Сол күні күн тұтылып еді. Сол күні кешке ымырт үйіріліп, көз байланған шақта 2 жылдан бері ұшты күйді қабарсыз кеткен Жаңғабыл өз үйіне ұрланып келгенді. Қансырдай қатып, қансұрбас шыққан екі аттың бірін мініп, бірін қосорын алыпты. Дәуде болса жер түбінен келгені көрініп тұр. Жаңғабыл бай дейтін байды емес, орташа ғана шаруасы бар адам еді. Ана жылы конфиска кезінде Қытайға қашқан Нұғыман байды көшірсем деп жүргенде бүлікшілер қатарында қолға түсіп сотталып кеткенді. Бұл оқиға жұрт санасынан өше бастағанда осыдан 3 айдай бұрын Жаңғабыл айдауда жүрген жерінен қашып кетті деген хабар тарап, соңынан қайтадан қуғын түсті. Неше дүркін кісі келіп үйінде тінткен, бірақ күдікті ештеңе таппаған. Сөйтіп артына лаң салып, төңіректің 4 бұрышын шулатып жүрген Жаңғабыл аяқ астынан салаң етіп үйге кіріп келгенде бала шағасы үркерді үйілігіп, ауыздарына сөз түспей состиып тұрып қалды. Кісі көрмегендей немене бажырай қалдыңдар-ай? Деді ол босағада тұрған күйі көзімен үй ішін түгендеп. Мына жаман әкелеріңді өлдіге санап, есептен шығарып қойғаннан амансыңдар ма? Сосын өңі бозылып, кемсеңдеп бір кетті де, әкесін енді танып тұра ұмтылған кішкентай
Нұрасылда оқыранып кеп бас салды. Айналайын құлыншағым, көзімнен бұлбұл ұштыңдар ғой. Құймышағың шошайып не боп кеткенсің жарығым-ау. Дауысы тарғылданып, бұдан әрі сөйлеуге тынысы жетпей қалды. 7 жасар тарбиған арық бала шебейген қолдарымен әкесін мойнынан құшақтап қысып қойды. Жанғабыл енді Нұрасылды қоя бере салып босағада кезек күтіп тұрған үлкен ұлы Нұрбекке ұмтылған. Мұның екі бетінен алма кезек сүйіп, төсіне басып қатты құшақтады. Сонан соң танадай үлкен көздеріне жас толып, боталап тұрған бойжеткен қызы Нұрғанымның шашын сыйпап маңдайынан иіскеді. Манадан бері жималы ағаш төсекті қасында үнсіз сілейіп қалған Ғайша күйеуіне осы кезде ғана асыла берді. Нұрасылдың көкесі-ау, сені де тірі көретін күн болады екен қой. Қызылала шыт көйлектің ішінде сіңіріне ілініп, құр сүлдері ғана тұрған бойшаң арық әйел Жанғабылдың иығына сүйеніп талықсып бір кетті де, сәл есін жиған соң дауыс айтып жылап қоя берді. Біреуден өліп, біреуден тірі айырып сорлаттың-ау қуғыдай. Не үшін екен Жанғабыл балаларында емес, әйеліне оншалық емірене қойған. Әлде іші құрғыр, қоңқылдап-ақ тұрса да, қазақтың әйелге деген қатыгез мінезіне бағып сыралдырмаған түрі ме, кім білсін. Қайшаның арса боп қолына ап-анық білініп тұрған қу сүйек жауырыннан аялай қағып жұбатқан болды да. Жа жетер, бала боп кеттің бе? Кісі қуаныш үстінде жыламас болар, деп қолтығынан демеп төсектің үстіне отырғызды. Өзің жоқ да, апамнан айырылып қалғанбыз, деді Қайша өксігін баса алмай. Бұндай күн болар деп кім ойлаған? Төр алдында сұп-сұр боп түнеріп отырған Жанғабыл көзіне шыпылдап толып кеткен жасты сұқ-саусағымен сыпырып тастады. Ол кісі қашан қайтты? Осыдан бір ай бұрын. Марқұм қашан үзілгенше қу жалғыздан топырақ бұйырмады-ау деп ылғида сені айтып жатты. Науқастан қайтты ма? Асатынан келген қайбір науқас дейсің. Баяғы аштықтың тауқыметі де. Жарықтық соңғы 2-3 айда маңдай жіпсіп ыстық шай шалмай кетті ғой. Қолда бар ене көкірек дәм болса, балалардың аузына тасып, өзін нәр татудан қойған. Қайша осы сөздерді айтқанда қайтадан босап егіліп жылап отырды. Бұл күнде адам өлсе қоюға кіс шықпайды екен, бәрінен де сол батты жанға. Нұрбекжан екеуміз 2 күн бойы қабыр қазып бетін зорға жасырдық. Сен оқудан қашан келіп алғансың? Деді Жанғабыл өзінен төменірек келіп жайғасқан Нұрбекке бұрды. Баласы үшін Қайша жауап берді. Биыл қала сапранға байланысты. Бұлардың мектебі қыс ортасында тарап кеткен. Содан бері үйде әкеңнің орнына алып кетеміз деп бұл баланы да біраз әуреледі. Немене, мен әлі іздеп жүрмін? Деді Жанғабыл тізесінде отырған Нұрасылдың айдарынан иіскеп қойды. Ойбай, шаңырағымызды талай қақты ғой. Бір айдай болып тыйылғанына. Өзің қайда жүрсің жарқыным-ау? Оны қайтайын дебең, жүрдікті, деді Жанғабыл қат күлін қатып. Көп сөзді қойда, от жағып қазаныңды қамдай бер. Ол орнынан жеңіл көтеріліп далаға шығып кетті. Жабық қораның түбінде суып тұрған атына барып, қанжығаға бөктерілген ала қапты үйге енгізген. Бірдеңені былқ еткізіп тастай берді. Қаптың ішінде қойдың боршаланған еті. Қайша көптен қолына түспеген бұл байлықта қайда қоярын білмей есі шығып кетті. Жартетін қазанға тұтас сал, деді Жанғабыл ертоқымын үйдің бұрышына қойып жатып. Қайша күйеуіне бажырая қарады. Оның бұл қарасынан есің дұрыс па, алдыда күн бар емес пе дегендей айтқызбай аңғаруға болар еді. Балалар сорпасы ұшып әлденіп алсын, қалған етті тоңазытып алып қой. Азық болады. Мына бүйдайды қуырып, талқан қып түйіп ал. Тағы кетесің бе бір жаққа? Жанғабыл балаларға естілер-естілмес етіп күн көтті. Мен ғана емес, бәріміз кетеміз. Қайда барамыз деп Қайша сұрақ қойған жоқ. Етті жуып қазанға салып, отты молырақ жағып, үлкен қара бақырға бидай қуыра бастады. Үй іші күндегідей емес, көңілділік орнаған. Қазанда бүлкілдеп қайнаған жас еттің иісі танауды жарып әкетіп барды. Қайша қойдың жамбасынан бір білем майды кесіп алып, мақтадан білте ширатып, шынның түбіне шам жаққан. Түн баласында бұл үйде көптен бері шырақ жағылған осы жаман үйдің ішінде
жан біткендей лезде құлпырып сала берді. Қара қазанға дән түспей қаңырап жатқалы қай заман. Қатын ашуланса қазан қайнатат, қазанын құрап жатқанда қайғыңды қалай кемітіп, көңіліңді немен дәмдерсің. Шіркін-ай, әйел үшін, ана үшін қазанда қалағанынша ас салып, буын бұрқыратып қайнатып отырғаннан артық бақыт бар ма екен? Балалар арқасы кеңіп, әкелер келгенге бір тайпа ел көшіп келгендей мәресері. Нұрасыл ет піскенше тағаты қалмай қазанның желкесінен қылқиып тұр. Түктемей қуырған ыстық бидайды аузына қомағайлана қойып, күрт-күрт шайнайды. Нұрбек пен Нұрғаным екеуі кезектесіп, сыртынан сірімен қосырылған ағаш келеге талқан түйіп жатыр. Бір кезде қазан оттан түсіріліп, алдына бір табақ ет келгенде, балалар табақ қалдымен соғынып кірісіп кетті. Жанғабыл қалтасынан бәкісін шығарып турап берейін дегенше, әрқайсысы бір-бір жіліктен алып, табақта ештеңе қалдырмады. Баяғы тоқшылық жылдары күйеуі мен балаларының аузына қарап отыратын Қайшада ешқандай қымсынбастан бір жауырынды қолын ұстап, обырлана жұлып жей бастаған. Ойпырмай құлындарым-ай, әбден қу тырнақ боп, өзектерің талып өліп отыр екенсіңдер-ау деді. Жанғабыл табақта қалған екі тал қабырған мүжуге кірісті. Сонан соң пора-пора боп терлеп отырған әйеліне бұрылды. Ел іргесі қалай? Арғы бет асудан әлі тиылған жоқ па деп сұрады. Кетіп жатыр, ел дегенің сиреп қалды қазір, деді Қайша ыстық сорпаны үст-үстіне ұрттай түсіп. Жаяу жалпы шұбырған бос құмдар күнді үстіне маза бермеуші еді. Осы кейінгі кезде біраз саябыр тапты. Кеткен ел тосқан ешкім бар ма? Хабарасуға күзет қойылған, көзге түскендерді ұстап қайтарып жатқан көрінеді. Тарбағатайдың қай қуысын күзетеді? Кетем деген кісі жол табады ғой, деді Жанғабыл. Сонан соң әлде қашан ұзатылған үйік күй бөлек қызына таңыр қайғырады. Нұрғаным, сен қашан қайтып келгенсің бұл үйге? Садық қайда? Бетпішіні шешесінен аумайтын, қазір ет жеп сорпа ішкенге өңіне қан жүгіріп ажарлана түскен Нұрғаным қызарып төмен қарады. Қызы үшін тағы да Қайша жауап берді. Садық осыдан 10 шақты күн бұрын бұл елден кетіп қалған. Өзінің үкімет алдында қылмысты болды ма, әйтеуір сырғанақтап тоқтай алмады. Беталы сарғы бет, бізге бірге жүріңдер деп жалынып ақ еді. Сенен бір хабар болмаған соң ілесіп кете алмадық. Оның да қара тұяғының халі кетіпті. Біреуді асырайтындай шамасы жоқ. Сонан соң алдымызда әлдеқандай заман болады деп Нұрғанымды да жібермей алып қалдым деді. Ол белсенді емес пе Садық? Батырға да жан керек, оларға да тықыр таяған екен-ау, деді Жанғабыл мырс етіп. Ішкен тамағы буына түсіп, маужырай бастаған Нұрбек дастарқаннан шегініп, жүкке сүйеніп отырғанда, әкесіне енді ғана түс тоқтатып анықтап қарады. Жасы 50-ге келіп қалса да, жас жігіттей қылаң ұрып тұратын Жанғабыл өткен 2 жылда күрт қартайып кеткен екен. Сақал шашына дендеп ақ кіріпті, бет-аузын әжім қаптаған, екі көзі қанталап, өңінде ереуілді, ұйқысыз түндердің ізі сайрап тұр. Айналасына сауысқандай сақ қарайды, сырт киімдерін ғана тастап, белін шешпей, әйттесе тұра жөнелуге дайын отыр. Шолақ жүн бешпетін шалбарланып, тізесінен асатын шекпен байпақтың сыртынан таспамен сынықтанғандай шандып тастаған. Аяғындағы жүнін ішіне қаратып киген сірі шарықтың табанын көкжалап жылтырап алыпты. Ербасына күн туып, етікпенен су ішкен заман болды ғой, деп әкесі төр алдындағы жастыққа шынтақтап. Бұлаштық жеке біз емес, бүкіл елдің басына келген зобалаң көрінеді. Мына ішкі арқа жақта тіпті жаман деседі. Осы сапарда не бір сұмдықты өз көзіммен көрдім. Түндігі ашылмай қаңырап қалған ауылдар, бір рет жол шетінде отырған 2-3 киіз үйдің біріне бұрылып едім. Тірі жан көзіме түспеді. Үйлердің есігін түсіріп сыртынан тас қып байлап тастап. Жүрек жалғайтын бірдеңе табылама деп, жепті шешіп есікті ашып қалғанымда, Құдірет-ай, шалқамнан сөз жаздадым. Өлсе де өзімен кетсін, біздің осы Нұрасылдай үйелмелі-сүйелмелі 2 бала табалдырықтың алдына келіп өліп жатыр. Әке-шешелер әдей тастап кетті ме, әлде азық іздеп шығып қайтадан жете алмай қалды ма, оны кім білсін. Қорысын айтпашы, деді Қайша жағасын ұстап. Мал құлағы саңырау, бұл елдің де жетісіп тұрғаны шамалы, үй басы шығын бар. Көнек ауруы да көбейіп барады.
Сендерді де босып кетті ме деп қорқып ем, мені күткендерің жақсы болыпты деді Жаңғабыл. Ертең Құдай бұйырса, біз де жолға шығамыз. Кім білет, жат ел жат жерде не күтіп тұрған деп Қайша көзіне жас алды. Жақында қаладан келген үгітшілер жұртты жинап алып, еш қайда қозғалмаңдар деп кетті. Үй басып бір шелектен бидай таратып берді. Бір шелек бидай кімнің жұмырына жұқ болады ол? Деді Жаңғабыл әйеліне түксие қарап. Тарбағатайдың күнгей жағы тоқшылық көрінеді. Көппен бірге амалын табармыз. Нұғыман ол жақта қайтадан дүрілдеп тұр дейді. Көз көрген ағайын емес пе? Тауып барсақ далада тастамас. Манадан бері бас салбырап үнсіз отырған Нұрбек осы тұста шыдай алмай сөзге араласты. Әке, осындай алып қашты әңгіменің керегіне бұл жаулардың таратып жүрген өсегі түсінсеңдерші, осының бәрі уақыттық қана қиыншылық, ертең бәрі де қалпына келеді. Жаңғабыл әрең шыдап отыр екен. Тәйдәрі, суырылмай, деп баласына зекіп бұрсып тастады. Әкесіздің аузы зор, енесіздің емшегі зор. Әкеңнің тауып әкелген етіне тойып алып көшелсімей, артыңды қысып жайың отыр. Сонда не істейміз? Көшеміз бе, деді Қайша әңгіменің бетін әдейі өзін аударып. Одан басқа не шара бар? Менің түрім мынау қалың елге сыймай қашқын болып жүрген. Ұрлық қылсаң өлесің, шөп жесең қақаласың. Сонда ажыл аранын тосып осылай отыра береміз бе? Ендеше өздерің кете беріңдер, мен осында қалам, деді Нұрбек қасарысып. Жаңғабылдың көзі қанталап, бет-әлпеті адам шосырлықтай өзгеріп кетті. Не оттап отырсың ей, күшік? Жағы қарысып қалғандай сөзі тісінің арасынан ысылдап зорға шықты. Не істеу керектігін сен білесің бе? Әлде сен таптырған әке мен білем бе? Ой, секстеген шашың дұрайын, шашыңнан ұстап тұрып басыңды кесіп алайын бос. Бәленшенің баласы итше бұралып, жұртта қалып тегізгенше өз қолыммен бауыздап кетейін. Жә, зіркілдемей сабыр етші, бар болғыр. Қайша тағы да араға түсті. Нұрбек жанның ақылы бар, жайлап айтсаң да түсінет. Бізден жырылып қалатындай не көрініпті? Жақында жоғырғы ауылдарда ержептерде көшіп кетті. Оның қарындасында бір ауыз сөз айтпай ағаларымен ілесіп кете барды. Ережеп алаяқта кеткен екен ғой, деді Жаңғабыл елең етіп. Кетті, және жай кетпей, өзі ұстап отырған кооперативтің дүкенін түп қопара көшіріп кетіпті. Нұрбек үндемей қалды. Шешесі Ережептің қарындасы Сақып Жамал туралы әдей айтып отыр. Қайран ана үндемей жүріп баласының осал жерін қалай біліп алды екен. Сақып Жамал кетер алдында қоштасу үшін бұған кіріп шығып еді. Әлде сонда бірдеңені сезді ме? Түбінде іздеп табарсың, күтем деп еді ау. Қайран ару қазір қайда жүр екен? Ел білдіріп топ бастаған біз емес, тек босқын жұрттың соңынан ілескелі отырмыз, деді Жаңғабыл сабасына түскендей болды. Менде бір сейіл серуен іздеп жүрдейсің бе? Қу кеңірдектің қамы да баяғы. Арқаның қысы жайлы болса, арқар ауып несі бар? Мүмкін заман түзелсе, туған жерге қайтып оралармыз. Сол күннің ертеңінде кеш батысымен бір сайда жалғыз үй отырған Жаңғабыл қыстауының іші абыр-сабыр күйге түсті. Үйде төрден есікке дейін шашылған бұйымдар, ортадағы үлкен қара сандықтың аузы аңқайып ашық тұр. Кәдеге жарайтын бір қабат төсек орын, киім-кешекті Жаңғабыл текшелеп буып жатыр. Әке түрі өрт сөндіргендей текеметке буылған теңді тізесіне салып, қыл арқанда шірене тартқанда тізі ақсиып, әлдеқандай ыңырсыған дыбыс шығады. Селдір сақал мұрты түкірейіп, төңірегіне жалт-жұлт қарағанда қалмақы қиық көзінен от ұшқындайды. Мына бетіне оған батылы бар ешкім тіл қата алмастай. Әншейінде күйеуіне қарсы келмейтін Қайша аяғының ұшымен басып лапылдап жүр. Асыққаннан көйлегін етегіне сүрініп, жығылып қала жаздайды. Әлсін әлі теңнің арқасына ұмыт қалған бірдеңелерді әкеліп тыққыштайды. Жаңғабыл екеуі шолақ-шолақ тіл қатысады. Апамның пұшпақ ішігін салдың ба? Салдым. Өзіңнің кебісмәсіңді? Оны да салдым. Екі түлкінің терісінші? Оны қайтесің байықсау? Сөзді қой, керек болады. Қайша сандықтың ішінен алып, орман қызыл екі түлкінің терісін теңнің арасына қосты. Менің насыбай саптаяғым ұмыт қалмасын. Салдым ойбай, өзге дүниені ұмытсақ та оны неге ұмытайық? Ескетіп жан шыққанда екі атқа артатын 4 теңде буылып дайын болды.
Жаңғабыл босағада тұрған Нұрбекке қарап: "Ай, сен неге сөз түйіп сілейіп тұрсың? Бар аттарды алып кел", деді. Шырымен ақ кеткеніміз бе деген ой Нұрбектің тұла бойын мұздатып жіберді. Жақында бір табақ бидайға сатып алған шегірен етігін сықырлата басып сыртқа беттеді. Ай қорғалаған шақ, дала қараңғы. Қара күлгін аспанда некен саяқ жұлдыздар жымыңдайды. "Жасыма жігітім, аспан асты кен ғой, бір жерден барып шығарсың. Дүние саған дүдәмал жұмбақ көрінгенмен, бізге бәрі де апайқын. Біз биіктен бәрінді көріп тұрмыз" дейтін тәрізді. Нұрбек бітеу қораның түбіне шөп салып байлап қойған екі атты жетектеп алып шықты. Екі атқа бір-ақ ер тоқым бар. Жаңғабылдың еншісіне ішпек тартты. Қайша жүктің астында жатқан өзінің күміс ер тоқымын алып шығып еді күйеуі. Тойға бара жатқандай сәндеруін деп анадай жерге лақтырып жіберді. "Жарқылдап күндізгі жерден көзге түссін дейсің ғой." Жүк теңделген екі аттың біріне Қайша мініп, Нұрасылды алдын алып, екіншісіне Нұрғаным мінгенді. Жаңғабыл мен Нұрбек жаяулап алға түсті. Қыстаудан шыға бере Қайша артына бұрылып: "Қош бол, құтты қоныс ата мекен. Енді қайта айналып көреміз бе? Жоқ па? Туған жерді тастап осылайша тентіреп кетерміз" деп үш ұйықтасақ ойымызда бар ма еді? "Бұл да бір тағдырдың жазуы шығар" деп күңірене тіл қатты да аяқ жағы сыңсып жылауға ұласып кетті. Оған Нұрғаным қосылған. "Өшір үніңді, иттің баласы" деп кіжінді Жаңғабыл, дауысын қатты шығаруға жасқанып. "Бөрінің артынша шуламай, қойыңдар түге." Шағын көш сайды өрліп ұзай берді. Кенет соңдарынан ұлыған иттің дауысы шықты. Көкке қарап зарлана ұлыған ит үніне қара жартас жаңғырығып айналаны азан-қазан қылды. Босағада байлаулы қалған көктөбеттің дауысы. "Итті қонақ жараспас, өзіміз қашып пысып жүргенде итертіп қайтеміз" деп Жаңғабыл әдейі байлап кеткенді. Қолынан күнде ас құйып, күшік күннен асыраған көк иттің зарын естігенде Қайшаның сай-сүйегі сырқырап кетті. "Ай, Тұрасылдың әкесі-ау, тоқташы" деді дауыстап. "Иә, не айтасың? Естіп тұрсың ғой, анау иттің ұлығаны қандай жаман еді. Ит жеті қазынаның бірі деуші еді, ертіп алсақ қайтеді. Тірі қалдыруға дәтің шыдамаса бауыздап кетейін" деді Жаңғабыл кейін бұрылып. "Қанына ортақ боп қайтесің? Нұрасыл туғанда көзін жаңа ашқан күшік емес пе еді? Одан да босатып қоя бер. Бізге не көрсек, соны көрер." Жаңғабыл қарсы сөз айтқан жоқ. Жетектегі аттың шылбырын Нұрбек ұстатты да өзі қыстауға қарай бұрылды. Әлден уақытта байлаудан босанған көктөбет арсылаңдап жүгіріп келді. "Көштің алды-артын орап жүргізер емес. Осының бәрі сенің мейір шапағатың-ау" дегендей ат үстінде тұрған Қайшаның үзеңгісіне қарғып етегінің қонышын жалады. Олар көп кешікпей сай табанында көш жолына түсіп, тауға қарай бет түседі. Тырбиған шілік талдың арасында сылдырап бұлақ ағып жатыр. Бұлақтың ар жағында тақыр төбенің басында қарауытып бірнеше бейіт тұр. Сол бейіттің тұсынан өте бергенде Жаңғабыл көшті тоқтатып, жолдың жиегіне жүгініп отыра қалды да құлқу Алланы үш қайырып, күллі аруақтарға бағыштап бетін сипады. Сонан соң: "Қайтейін, қайда жүрсек те дұғамыздан тастамаспыз. Әруақ Құдай кеше көр" деп күбір етті де алдыңғы аттың шылбырын соза тартып аяңдап жүріп кетті. Түн қараңғылығы қоюлана түсті. Жолдың екі қапталында құз жартастар аңғал-саңғал үңірейіп төбеден түксие төніп тұр. Уақыт мамыр айының іші болса да тау арасынан көктем сызы кете қоймағанды. Аңғарды қуалай соққан жел денені тоңазытып еріксіз тітіркендіреді. Тасқа соғылған ат тұяғының дыбысы анда-санда Нұрасылдың аңқылдап жылаған естіледі. Иреңдеген көш жолы біресе оңға, біресе солға бұрылып, тай табанындағы бұлақты әлсін әлі кесіп өтеді. Көктемгі қарсуымен молайған бұлақ былдыр-былдыр етіп, тастан тасқа секіріп, құлдырай ағып жатыр. Қалың ұшқат, шілік тал өскен тоғай жақтан ара-тұра көк шақырып, жылқышы құс ысқырады. Мұрынға жаңа көктеп келе жатқан көк шалғынның шіріген тамырының иісі келеді. Нұрбек түн құшағында мүлгіп келе жатқан әрнен еске алмақ болады. Бірақ басына мардымды ой келетін емес. Санасы тұтқырланып, ақыл есі марғау тарта береді. Қазіргі жағдайды ақыл таразысына салып түсінгісі келгенмен,
Әлсін әлі тұйыққа тіреліп дағдарып қалады. Осынау Ақсуат пен Ақжар алқабында құжынап отыратын қалың ел айналасы бір жылдың ішінде неге тоз-тоз боп кетті? Жауап таппай дал болады. Мұның әкесі туған жерді тастап, жанталасып неге арғы бетке асып бара жатыр? Жат жерде не күн күтіп тұр? Нұрбектің көз алдына еш нәрсе елестемейді. Білетіндердің айтуы бойынша, ол жақта да Найман мен Керей қаптап отырған көрінеді. Жері құтты, елі бай деседі. Рас болса Шәуешек дейтін қаласы бар, сол қалада наннан әрқашан есіп жасаған бір түрлі тамақ сатылады екен. Жіңішке шумақталған нанды бір ұшынан жалмап жұта береді екенсің, саудагер метрлеп тастай береді. Қашан тойдым дегенде аузыңа тақап келіп қайшымен қиып алатын көрінеді. Ондай тамақты жеудің өзі бір азап шығар. Тамақ тойлап ет, дізесі дірілдеп, қарынның шұрылдап ашып бара жатқаны айқын сезілді. Ол құрық бой алда кетіп бара жатқан әкесіне қарады. Бір торсық бидай көже жаңғабылдың иығындағы ала қоржынында. Бірақ әкесін тоқтатуға батылы жетпеді. Әкесі сыйдан қағып, жылдам аяңдап барады. Шынымен-ақ мынау қараңғы түннің құшағында шым батып кете бере ме? Туған елден бір жолата кетіп бара жатырмыз дегенге Нұрбектің көңілі әлі де болса сенбейді. Осы қазір қараңғы қуыстан біреу шыға келіп, алдарынан тосып тоқтататындай көрінеді. Тіпті болмаса, асуға жақындағанда шекарашылар ұстап алып, кейін қайтарар деп дәмеленеді. Бірақ көп ұзамай Нұрбектің көңіліне әкесі ешкімнің көзіне түспей, аман құтылып кетеді деген қауіп ене бастады. Өйткені тау жолын жақсы білетін жырынды Жаңқабыл Хабарсу заставасындағы 5-6 шақырым қалғанда көш жолын оңға қарай жалт бұрып, түйелі көш зорға жүретін бытқыл шытқыл ұры сайға қарай тартты. Бұлар енді кілең қақпақ тастардың арасымен өтетін қиын жолға ілікті. Абайлап жүрмесең, құзға қарай құлап кетуің де ғажап емес. Біраздан соң Нұрбек тағы да тізесі дірілдеп, буын-буынның қалтырай бастағанын сезді. Мағдыры құрып, көзінің алды қарауытып басы айналды. Әке, дед бір заматта дыбыс беріп. Өзі тасқа сүйеніп әрең тұр. Жаңғабыл тіл қатқан жоқ. Қасына жетіп келді де, торсықтың аузын шешіп, бүлдіргесі белінде байлаулы жүрген ағаш тостағанның түбіне ағартып қана көже құйып берді. Ауылдан ұзамай жатып, бұларың не? Дед сосын балаларына ежірейе қарап. Сосын дүнем демесе болмайды. Алдымызда талайға дейін су кезікпейді. Нұрбек үндеген жоқ. Тостағанның ернеуін маңдайына тық еткізіп, көжені қағып салды да әкесіне қайырып берді. Не десін, әкесі шынын айтып тұр. Бір-екі жілік ет, бір дорба талқан, бір торсық көжеден басқа бұларда талшықта жоқ. Ол осы арада бірінші рет өзінің дәрменсіздігін мойындады. Ойлап қараса, мұның тіршілігі де мына қара торсыққа қосақтаулы тұр екен. Әкесінен бөлініп кетем дегені бекер сөз. Бұл да анау қара торсықтан екелі қалмауға тиіс екен. Ол осы бір ащы шындықты сезініп, жылап жіберезді. Бас аяғы жинақы шағын көш түн жамылып, Қоңыртаудың жонына қарай үдіре жылжып келеді. Нұрбек басын оқыс көтеріп алды да, ұйқыдан оянған адамдай жан-жағына аңдарыла қарады. Күн түске тұрмысып қалыпты. Айнала көк шалғынды, жасыл саз, арба кең жайылған судан өтіп, жағада тоқтап тұр. Күн ыстық, өзі сел-сел боп терлеп келе жатыр екен. Екі жігіт бұған қарап жымиып күледі. Естай таңдамашы болды. Қазық болды ау Нұрбек аға, сізді 3 рет айғайлап зор қояттық. Ұйықтап кетті ме десек, көзіңіз ашық. Ештеңені көрмей кісіге меңірейіп қарай бересіз деді. Нұрбек есін енді ғана жинады. Солай ма? Қай жерге келді көзі? Баяғы бір оқиғалар еске түсіп, біздің жасымыздағы адамдарда осындай бір сәттер болады, оны кейін түсінесіңдер. Абдыраның ағына келіп қалдық, не істейміз? Ат шалдырамыз ба деді Естай. Жолбарыс пен Нұрбекке кезек қарап. Көк атта манағы арын жоқ сияқты, құлағының түбі терге шалынып салғырт тұр. Шляпаның астынан сабындаған көк көбік көрінеді. Нұрбек мойнын созып төңірекке бажайлап қарап алды. Сонау басжақтағы жалғыз үйеңкінің түбіне тартындар. Сол арада бастау бар, деді. Олар өзенді жағалап кеп, үйеңкінің дәл қасында ат басын тіреді. Жігіттер атты доғарып,
сазға түсіріп жіберді, арбаның үстіндегі кішкене кілемді көлеңкеге келіп жайды. Өзімізде жүрек жалғап алсақ теріс болмас, деді Нұрбек, мешбеті мен қалпағын бұтаққа іліп жатып. Естай арбаның арт жағындағы қапшықта келіп, ішінен үлкен банкіге құйылған қымызбен пісірілген ет бірнеше ақ тоқаш шығарды. Қап, қымыз жылып кетіпті-ау, бастауға салу қойсақ қазір-ақ салқындайды деп, жолбарыс қымызды су жаққа ала жөнелді. Нұрбек кілемнің үстіне аяғын созып жіберіп, шалқасынан сулай кеткенді. Жапырағы төгілген алып үйеңкінің басына көз жіберіп біраз жатты да. Байғұс, сол орнынан тапжылмай әлі тұр екенсің-ау, деді, кімге арнап айтқаны белгісіз. Баяғы мен көрген досындай титтей өзгерсізші. Айдалада әрбір өткен жолаушыға сая болып мәуелеп тұрғаны. Естай ештемеге түсінбей ұстазының бетіне бажырайып қарап қалған. Нұрбек оған көз қиығында салмастан өз бетінше сөйлей берді. Кейде қызық, өткен өмірді қайтарып әкелу мүмкін емес әрине. Бірақ оның кейбір 9 тарау түйіндерін қайталап бастан кешіруге әбден болады. Кейде тіпті өмір бойы шеңбер айналып жүргендей әсер аласың. Бұрын басып өткен таныс жолдар, таныс суреттер бір бүйірден қалып бара жатады. Түсінбедім, Нұрбек аға, сіз не туралы айтып жатырсыз, деді Естай. Мен жай бір нәрселер еске түсіп, саған айтуға да болады. Мен міне осы үйеңкінің саясында 18 жыл өткен соң екінші рет келіп отырмын. Бұрын ылғида тұсынан асық сөтіп кете беретін, бүгін сәті түсіп, сенесің бе, мен сенің әкең қанағатпен тұңғыш рет осы үйеңкінің түбінде кездескем. Сонан соң бір айдан кейін дүниеге сен келгенсің. Мынау қызық екен, қалай болғанын айтыңызшы, Нұрбек аға, деді Естай ентелей түсіп. Ол ұзақ әңгіме ғой. Жоқ, дегенмен жол қысқарту үшін. Жарайды, кейін бір реті келгенде айтармын. Сәлден соң суға салынған салқын қымызды көтеріп жолбарыс келді. Өзі де өзенге сүңгіп шыққан секілді. Сарғыш шашынан су тамшылап тұр. Үшеуі орталарына газет жайып тамақтана бастады. Сібеті бөктері жеткізер емес, асықпаса болмайды. Жолдың жарымынан көбі алда жатыр. Көлігі нарау жүргіншілер бұл екі ортаға ара қонып зорға жетеді. Елжетіне қалайда бүгін іліну үшін жолаушылар азаялдап тыныққан соң қайтадан жолға шықты. Көк аттың да белі көтеріліп, тыңайып қалған түрі бар, зар желіске қайта басты. Арбаның үстінде тербеліп отырған Нұрбек манағы бір ой шұғын қайта тапты. Ол кейде бастан кешкен сол бір оқиғаларды қағазға түсіріп қойсам деп те армандайтынды. Тек соның сәті түспей жүрген, күнделікті күйбіңнен қолы тие бермейді. Естелік жазбақ түгіл, тіпті ойлануға да уақыт керек екен-ау.